Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өзімнің үйдегі күнделікті отбасыма дайындайтын лагман рецептісімен бөлісемін. Бізде отбасымызда шағын адам болғандықтан соған өлшеп жасаймын. Бұл шамамен 3-4 порция тамақ болады. Алдымен етімізді турап, ұсақтап тураймыз етімізді. Содан соң қазанға жуамыз бен етімізді сұйық қуырамыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз ет пен жуаны. Содан соң сәбізімізді турауға көшеміз. Сәбізімізді де етіміз ұсақтап 4 бұрышты қылып тураймыз. Сонан соң қуырылып жатқан етіміз бен жуамыздың үстіне саламыз. Жақсылап араластырып қуыра отырып, шамалы қызанағымыздан салып, үстіне су құйып, қайнатып аламыз. Етімізді жақсылап піскенше қайнатамыз. Онан соң жайлап картофелімізді турап, тоже ұсақтап 4 бұрыштап тураймыз. Соң үстіне саламыз. Су құйылып тұрғаннан кейін жақсылап қайнайды, етіміз қайнайды, картофеліміз қайнайды. Сонан соң тұзымызды, дәмдеуіштерімізді салып, лавр жапырағын салып, дәмін келтіру үшін бұқтырып жауып қоямыз. Енді лагманымызды су қайнатып, қайнап тұрған суға саламыз. Лагманды пісіріп алып, қайнап тұрған суға. Одан соң оның суын душылыққа салып, сүзіп алып, жақсылап шайып аламыз бір рет мұздай суға. Соң үстіне шамалы сұйық май құйып, жабысып қалмау үшін араластырып қоямыз. Дайын тұрған подливамыздың бетіне ұсақтап чеснок турап қоямыз. Немесе үкістен өткізсеңіздер де болады. Подливамыздың бетіне салып, араластырып, шамалы 5 минутқа жауып қоямыз. Сонан соң лагманымызды салып, тәлкімізге үстіне подливасын құйып, тамағымызды ұсынамыз. Кешкі ас осымен дайын. Біздің отбасымыздың сүйіп жейтін, балаларының сүйіп жейтін тағамы. Біздерге лагман дайындау үшін керек заттарды каналымның астына қалдырамын. Менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелеміз. Тыңдағандары үшін көп рахмет.